Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен видео артында отқан бұл мен Нурик және YouTube өлке жол рубрикасының 12-ші сериясына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен YouTube өлке жол рубрикасын жалғастыратын боламын және де бүгінгі видео өте қызықты болады, сондықтан чай және печеньеларыңды алып отырыңдар. Ал енді мен көп созбай бүгінгі видеомды бастаймын. Бүгінгі видеоны бастамастан бұрын, егер де осы видеоға 50 лайк бір күннің ішінде жиналатын болса, мен сендерге 500 теңгеге теп-тегін конкурс ұйымдастыратын боламын достар. Ал егер жинай алмай қалса, достар, енді өкінішке орай конкурс болмайды. Сонымен қатар алдыңғы видеоға 3 күннің ішінде бар жоғы 300 просмотр жиналыпты достар. Менің активім жайлап құлап жатыр дегенім рас. Өйткені достар, әр видео сайын уже 600, 500 және 300-ге түсіп жатыр достар. Давайте осы видеоға максимальный активтарымды көрсетіп кетіңдер. Және де мен видеоларымды күн сайын салып отырамын достар. Мен барлық адамдардан долг сұрадым, бірақ көбі бермеді. Яғни сосын менің бір подписчигім саған долг беремін деді, бірақ осы жақта менің 27-ге шақырды және де достар трейд лақтырған болатын достар. Мына жерде көріп тұрғандарындай менде телефон кішкене қатып жатыр, оған мән бермей ақ қойыңдар. Мінекей бізде трейд ашылды. Мына жаққа достар ол 1,5 миллион рублей қойып тастады достар. Енді бүгінгі видеоны көріп отырсаң үлкен рахмет достар. Міне көріп тұрғандарындай 1,5 миллион рублей. Енді біз әрине подтвердикті басамыз достар. Жап-жаңа өздерің көргендеріндей маған дәл осы бала 1,5 миллион рублейді трейд арқылы берген болатын, және де мен оған фамадағы замды беріп қойдым достар. Дәл жаңағы менің подписчигім маған дәл осындай 6x6, осындай қалай айтсам болады достар, пикап па, осындай бір машинаны маған подарок етейін деп жатыр достар. Қазір достар мен неске классқа барып зазды алып алатын боламын, сосын осымен ауыстыратын боламыз достар. Фамаға зор кетеді деп жатыр. Жаңа мен автопарк құрау керек деп едім. Осылай маған машина алып беріп жатыр. Ал қаншаға алды десеңдер, бұны бізде 3 миллион рублейге алған екен. Өзіміздің фамаға дәл осындай BMW F5 алайын деп жатырмын. Яғни осындай 4 есікті нән машина достар. 1 миллион 400 мың рублейге алайын деп жатырмын. Өз бағасына әрине стоит достар. Дәл осындай баға спорты және нитросы бар достар. Алды бәрі тонировка жасалған және full свет достар. Осылай бізде 1 миллион 400 мың рублей минус. Дәл осы Батыр Сасенбаев деген бала жаңағы маған 1,5 миллион рублейді трейдпен берген бала дәл осы 6x6 машинасын маған берейін деп жатыр достар. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахмет. Мінекей достар, мен жап-жаңа қабылдаған болатынмын және де мінекей абменді басатын боламыз. Бізде без доплата, без ничего, дәл осы машинаны алатын боламыз достар. Әрине бұл балаға от души айтып қоямыз және де бұмен рука алып қоятын боламыз достар. Келесі күні мен ойынға кіріп қалсам достар, мына жақта маған әрине достар осы екі подписчигім, яғни екі замым десем де болады достар, Ерам Мырзабай мен Еламан Елда деген бала маған дәл осы приораны абмен берейін деп жатыр, яғни зазбен ауыстырамыз. Заздың орнына достар менде басқа Жигули машинасы болды, яғни копейка ма сондай достар. Бұл приораны маған дәл осы Ерам Мырзабай деген бала берейін деп жатыр. Мінекей көріп тұрғандарындай менде заздың орнына айтқанымдай жаңағы копейка. Достар, осы жерден бізде әрине абменді қабылдаймыз. Қазір бізде достар екі машинаны да таңдасын. Так, өзінікін таңдады. Мінекей достар, көріп тұрғандарындай осылай ешқандай дпсыз, яғни маған дәл осы приораны берген болатын. Сен Ерам Мырзабай бүгінгі видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахмет. Сонымен қатар маған жап-жаңа трейд қабылдашы деді және бұл жерде 200 мың рублейді просто қоя салды достар. Мінекей көріп тұрғандарындай Ерам Мырзабай 200 мың рублей берді достар. Біздің қалтамызда уже 300 мың рублей. Әрине достар, рукасын алып қоятын боламыз. Мінекей Ерам Мырзабай, бұның рукасын алдық достар. Енді қазір біз достар стандартный кейс ашатын боламыз. После авнума бізге дәл осындай маған, енді бізге демей қойын достар, маған стандартный кейс берген болатын. Қазір біз оны стандартный кейсті сіздермен бірге ашатын боламыз. Мінекей достар, бір стандартный кейс және бұл достар бізде осы серверге келгері уже 4-ші стандартный кейс. Мінекей қазір біз оны ашып жүреміз достар. Ішінен бір машина түссе енді ой бәлә достар. Бізге дәл осындай VIP Platinum 15 күнге түсті. Жаңаға бізде 6x6-ның несі, яғни 6 дөңгелекті дәл осындай пикапты. Мына жақта біз осындай көк цветке ауыстыратын боламыз. Так, бізде бак болып тұр шамалы достар. Мінекей енді қойылған сияқты достар. Мінекей уже қойылды.
көріп тұрғандарындай енді дерзко болды, жаңағы қара түсі не очындау болып тұрды достар. Келесі кезекте бізге квартира алу керек болады, яғни дәл осы Батырова жақтан мен квартира іздеген болатынмын. Дәл осы жерде бір ашық квартира бар достар, яғни бұл екінші этажда. Дәл осы жерден бізде 8-ші тұрған осы квартираны сатып алатын боламыз, және де бұл алынды уже 250 мың рублей минус, және де біз бұны достар екінші домашний аптечкаға шейін етіп фамаға қосып қоятын боламыз. Мен мына VMB F5-ті бояған кезімді видеоға түсіруді ұмытып кеткен болатынмын, және де бұны мен автосалоннан, автосалон деп болма достар, стайлинг центрдан бояп алған болатынмын, көк цветкі. Фаманың дәл осындай цветіне достар. Енді осы жерге парк деп жазып, осы жерге парковать етіп қоятын боламыз, және де кар деп жазып, мінекей соңғы тұрған WB автосемью деп басып, осылай фамаға қосып қоятын боламыз. Сразу достар, бұның ранкын біз қазір достар, үшінші ранкқа қойып қояйық. Жоқ достар, екінші ранк бола берсін пока. Жаңа мен мына жерге қате қойыппын, яғни осы 6x6, яғни 6 дөңгелекті осы машинаны мен қате қойып қойған болатынмын, яғни мына жерге МЧС нелер келеді екен, сондықтан біз қазір бұны репорт деп жазып, админ арқылы достар өзіміз қозғап алатын боламыз. Жаңағы 6 дөңгелекті машинамызды дәл осы жерге парковать етіп қоятын боламыз, және де бұл бізде фамада бар, сондықтан бұны қосудың қажеті жоқ достар, уже бұл фамада болғандықтан. Біз қазір ана жақтан үшінші машинамызды, яғни ол машина бізде қандай машина деп ойлайсыздар достар. Мен бұны алдыңғы бөлімде алып қойған болатынмын, яғни фамаға деп, және де бұл машинаның аты бізде Cherokee достар. Қазір бұны осы жақтан барып көрсетемін. Мінекей уже келіп қалдық біз достар. Мінекей қазір достар, бұл машина бізде Cherokee, осындай машина. Дәл осындай монстр машина ғой бұл тоже. Фамадағы машиналардың бәрі андай үлкендеу машиналар, яғни жеңіл машиналар пока жоқ. Қалған 2 слотқа мен басқа күндері немесе басқа серияларда машиналарды қосатын боламын. Дәл осы машинамызды, яғни дәл осы Cherokee-ді осы жерге келіп, яғни осы 2 машинаның қасына прям идеальный қылып қоятын боламыз. Мінекей дұрыстап парковать етіп қою керек. Дәл осылай мына жаққа береміз құттай. Осылай мінекей идеальный тұр. Енді қазір біз бұны парк деп, осы жерге парковать етіп, және кар командасымен өзіміздің фамамызға қосып қоятын боламыз. Мінекей WB автосемью ең соңғы тұрған, басамыз, болды достар, қосылды. Жаңағы Cherokee-дің бізде ранкын енді бірінші ранкқа қоя салдым, өйткені особо маңызды емес достар қай ранкта тұрғаны. Главный достар, барлық машиналар бізде 2 мен 1-ші ранкта тұр. Смело кіре берсеңдер болады. Әр кірген адамға достар біз 3-ші ранкты тегін беретін боламыз. Әр кірген адамға дегенде достар, бұл қалай болады? Яғни дәл осы 13-ші күннен бастап, яғни бүгін 13-ші ғой достар, дәл осы 13-нен бастап бізде 16-сына шейін кірген адамдарға 3-ші ранк тегін болады. Ал бұлай достар, бізде ранкпен доступ 80 мың рублейге сатылатын болады. Дәл осы подписчигім берген машинаны ақша керек болып жатқасын 343 мың рублейге сатайын деп жатырмын. Яғни достар, маған броня мен ПТ салуға ақша керек болып жатыр, бізге чтобы завод, фишка бәріне бару үшін. Достар, біз уже Батырованың оружейіне келіп, яғни дәл осы оружие алатын жеріне келіп, уже 3000 патрон алып алған болатынмын. Және де қазір біз оны, фам склад және положить деп, оружиені басып, 500-ден толтырып сала беретін боламыз. Дәл осы 3000 патронның бәрін қазір мен салып тастайтын боламын, және де бір 50-дей, бранжилет толтыратын боламын. Бізде ары қарай достар 5x жүретін болады. Келесі кезекте бізде осы брондарды салу керек достар, тоже бұл жақтардың бәрі, яғни 5x пен өтетін болады.
үш бала болып заводқа келгеніміз бар. В общем достар, мінекей Фамадағы 3-ақ бала болып, в общем неге балалар аз десеңдер достар, біз сразу ешқандай строй жасамай в общем кетіп қалған болатынбыз. Мінекей уже заводта көріп тұрғандарындай бізге ешқандай шанс жоқ. Короче, по приколу бірінші көру үшін атып жатыр. Мына жақта өте көп прям адамдар, ішінде көріп тұрғандарындай бір Фаманың адамдары, яғни 10-нан көп уже адамдар достар, көріп тұрғандарындай мінекей барынша атып жатырмын әйтеуір қолымнан келгенше. Мына жақта біреу АК-мен атып жатыр. В общем барлық любой оружиемен атып жатыр. Мінекей тичкалар тигізіп жатырмын. Мінекей достар, менде осы жерде телефон лагать етіп қалды, сондықтан мен өліп қалдым достар. Қалған балдар уже бізде өліп жатыр. Ал бізде достар енді екі бомжа кейсқа кезек берейік. Яғни осы екі бомжский кейс достар, мінекей біріншісін қазір подтвердить анимацияны басып жүріп ашып жүретін боламыз. Және де бізге бұл жақтан короче 75 000 рублей түсті. Бұл өте жақсы. Достар, өздерің байқап тұрғандарыңдай, короче жаңа бір баг болды. Мен сендерге қазір оны көрсететін боламын. Мына жақта бізде кішігірім бір баг болған болатын. Достар, бізде екіншісінен дәл осындай AZ2112 деген машина түсті. Трейд арқылы өзімнің замыма короче 330 000 рублей беріп жатырмын, чтобы короче мен бұған айтқан болатынмын. Яғни короче Фамаға 200, то есть 2000 короче ПТ және 50 бронз салуы керек. В общем достар, в общем қазір мен ойыннан шығамын. Короче бұл мен кіргенше в общем сол патрон мен брондарды салып қоятын болады. Фаманың балдарын және замдарын осылай короче стройға тұрғызып қойған болатынмын. Мінекей көріп тұрғандарындай дәл осылай короче 5 бала болып, яғни мені қосқанда осылай 5 бала болып, қазір біз контейнерге в общем баратын боламыз. Дәл осылай біздің балдар жиналып алды. Және де короче екі машинаға мініп баратын боламыз. Короче екі машина болып мінекей уже біз келе жатырық. Бір машинада 2 адам, в общем ана машинада бізде 3 адам бар. В общем мінекей келіп қалдық уже біз. Так, мына жақта бізде достар әлі контейнер шықпапты. Мына жақта бірақ в общем адамдар бар. В общем қазір біз бұларды қағамызда. Короче бұлармен қазір атысып кететін боламыз. Оппа, қазір бұларға тигізу керек достар. Тичка мен бере алмай жатырмын, мына жақта көріп тұрғандарындай. Маған әлі ешкім тичка берген жоқ. Мына жаққа кішкене көмектесіп жүрейік. Мінекей уже 3 тичкасын қатарынан беріп тастадым. Бұда және лол хп қалды достар. Менің уже бронямды тесіп тастаған ғой достар мыналар. Мынаны до конца ату керек достар біз. Ай бля, уже бізді мына жақта өлтіріп тастады. Және де достар, бізде дәл осылай бүгінгі видео аяқталатын болады. Егер сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, давайте бір күннің ішінде тезірек короче 50 лайк жинап кетейік. Және де мен сендерге теп-тегін 500 теңгеге конкурс ұйымдастыратын боламын достар. Және де мен достар сендерді дәл өзімнің осы Фамама шақырамын, яғни Алаш Empire. Егер де короче чатқа короче ФП 382 деп жазатын болсаңдар, дәл осы жерге метка қойылып беретін болады. Метка қойғаннан кейін маған короче личкама немесе в общем Фаманың балдары дәл осы жерде жүретін болады. Короче сол кезде сендерді осы Фамаға қосатын болады. Бүгінгі видео ұнаған болса, лайктарыңды басып кетіңдер міндетті түрде. Және де каналға тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Ал сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.